Assalamualaikum dostlar, қалдарыңыз қалай? Бізде бәрі жақсы. Мен бүгін нешесі 24-ме да қарап жіберейін. Бүгін общем 23 екен достар. 23 тауықтарым кетті. 7 тауығым кетті. 3000 теңгеден есептегенде 21000 теңге. 21000 теңге. 5 тауық, 2 әтешім 21000 теңгеге кетіп отыр қазіргі сәтте. Енді менде неше тауық қалды айтып жіберейін сіздерге. Бір аға алып кетті. Менде қазір 8 тауық, 1 әтешім қалды. Бұйырса бір кісі алам деп тұр. 1 әтешпен 3 тауық па, не? Как тұр? Я. Міне осы тауықтарым кетет бұйырса. Міне осы тұрғандар. Бірақ ол кісі 2500-дан сұрап тұр, енді жақсы берем. Бәрі маған керек емес қылан. Бірақ не сонда общий қосқанда 10 тауық, 17 тауығымды мен 51000 теңгеге сатып тұрмын. Анау басында 10 тауығымды 30000-ға, 7 тауығымды қазір 21000-ға 51000 теңге шықты. Енді бұйырса ана 5-еуін, 4-еуін 10000-ға сатам. Алла қаласа. Сосын 61000 сату үшін круглый айтқанда 60000 теңге. Сосын 5 тауығым қалады. Бұл 5 тауық өзімде бұйыртса қалатын болады. Міне тауықтарым туып тұр, шүкір. Қазір көрсеттім тауықтарым туып тұр деп. Бұл кісіге простой тауық керек екен. Мына ломын браун брамаларым керек емес дейді. Қазақи тауығымды алып кетті. Сол сіздерге жаңалығым осы. Айтайын деген. Кешкі сағат 9 болып қалды. Тауығым тағы да туып кетті. Қаздарым жүр осы. Мына 2 шыбышым мен 1 лағымды мен 50 немесе 45-ке не істеп тұрмын? Сатайын деп тұрмын. Мана бір кісі сұрап еді қаншаға деп. 45 дедім, енді білмеймін. 50-45 или 40-қа да бола береді жалпы былай. Осы достар жаңалығым. Сіздерде қалай, барлығы жақсы ма? Айта кетіңіздер. Қоран жақсы. Ай, машалла. Осылай тауық ешкілер. Мұнаны мен 8 тауық қалмастырған болатынмын. 3000-дан есептеген 24000 қалып тұрмын ғой. Бұлай 24000-ға сататын болса 24-ке. Өтпейді ғой 24-ке. 20-ға өтсе әрең өтеді. 15-20-ның арасы ғой. Жақсы. Қолға үйретілген. Жаңалығымен бөлісіп осы. Жем-шөптерін бердім. Достар, осы егер де видео ұнаса каналға тіркеліп лайк басып қолдап кетіңіздер. Сіздермен болған мен Абдулмаруф. Қош, сау болыңыздар.